Сәлем достар, бүгін мен сіздерге асқабақтан кереметтей өте дәмді тамақ жасау үлгісімен бөліскім келіп тұр. Достар, әр мезгілдің өзіне жараса біздер қолданатын көкөністердің түрлері бар, я? Және біз қыс мезгілінде асқабақты өте көп қолданамыз, және ол өте дұрыс. Асқабақтың құрамында сіздер білесіздер ме? Адам ағзасына өте пайдалы кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор мен магнийдің барша элементтері өте көп екен. Және де асқабақты көп қолдансаңыздар, адамды, яғни склероздан, есте сақтау қабілетіңіздің төмендеп кетуінен, диабеттен, өт қабынуына шалдыққандар және де артық салмақпен күресетін жандар көп қолданса, пайдасы өте көп екен. Ал кеттік достар, енді асқабақтан керемет тамағымызды жасауға кірісейік. Етімізді жақсылап тұрып, майды қыздырып, азғантай құйрық майды және етті салып, жақсылап қып-қызыл қып қуырып аламыз. Және достар, мен пиязды тамаққа өте көп қолданамын деп басқа да видеоларымда айтқанмын. Бірақ мен ол пияздың барлығын қазанға бірден салып жібермеймін. Себебі пияздың су бөлінеді, етімізді біршама суландырып, және қатты қуырылуға көп ұзақ уақыт кетеді, және еттің де дәмін бұзып жібереді. Сол себепті мен пиязды көп қолданамын, бірақ бірнеше бөлікке бөліп тұрып саламын, 2-3 ретті қылып, пиязымның көлеміне қарай. Мен бұл жерде пиязды 2-ге бөліп салдым, біріншісін салып жақсылап қызартып алып, үстіне аздаған сәбіз салып, оны да біршама қуырып, үстіне картопты салып, жақсылап қуырып алдым. Оның үстіне дәміне қарай 4-5 түйір чеснок салып, тұз салып, бұрыш салып, өздеріңізге ұнаған приправаларды салсаңыздар болады. Мен бұл жерде ондай қолданған жоқпын, себебі менің отбасым өкіметтің шығаратын жәндегі приправаларын, дәмдеуіштердің дәмін онша қош көре бермеді. Сол себепті мен бақшамда өсетін көкөністерді ғана пайдаланамын. Былайша айтқанда, натуральный продуктыларды ғана қолданамын. Және де ең соңғы бетіне азғантай алып қалған пиязымды салып, сол пиязбен бұқтырамын. Ешқандай су қоспаймын. Тамағымызды жақсылап қуырып аламыз. Өте қатты болып пісіп кетпеу керек, езіліп, шілей піспей де қалмау керек, орташа біршама пісу керек. Бірақ асқабақтың мен бұл жерде үлкенін алдым, жақсылап тұрып сыртын жуып, сүртіп, бетін қақпақша қылып, дөңгелек қылып кесіп аламыз. Менің асқабағым өте етті болғандықтан мен оның ішіндегі етін біршама жонып алып алдым. Мінеке, асқабағымызды ашып, ішін қасықпен, я болмаса пышақпен тазалап, дәнінен арылтып алсаңыздар болады. Сонан соң артық ернеуіндегі еттердің барлығын кесіп алып қалдым. Оны сіздер турап ішіне салсаңыздар болады, я болмаса басқа тағамдарға да қосуға болады, алып қалсаңыздар. Мен бұл жерде қосқан жоқпын, алып қалдым, себебі менің өзімнің асқабағым көлемі өте үлкен, асқабағым жеткілікті. Мінеке, біз асқабақты тазалап боламын дегенше, біздің қазанымыздағы қоспаларымыз дайын. Енді сол піскен қоспаларымызды қазанда алып келіп, осы асқабақтың ішіне жақсылап орналастыра бастаймыз. Және де бетіне мен көктемде, күзде жасап қойған көкөністерімді жақсылап мұзға қатырып сақтаймын. Сол көкөністерді осылай қыс мезгілінде пайдаланатын боламын. Асқабақтың бетіне өзім ұнататын аскөктерімді де салып, тұзын салып, аздап дәміне қарай салып, орналастырып алдым да, және қақпақтың бетін жауып, фольгаға ағмаймен сыртын жақсылап майлап, сонан соң фольганы орап, әсел пешке 1 сағат, я болмаса 1 сағат 15-20 минут ұзақтығымен піседі. Өте қатты пісіріп жібермеңіздер, достар, себебі оны асқабақ өте қатты пісіп кетсе былжырап, легенге алуға келмей қалады, шашылып қалады, былайша айтқан кезде. Өте қатты піспей де қалмау керек. Оның піспегендігін зубочисткаға таяқшасы арқылы тығып шаншып көру арқылы білеміз.
Дегенмен 1 сағат 15 минутта қалай болғанда да ол жақсы пісіп шығады. Және дастарханға өздеріңізге ұнаған фасонда, ұнаған түрде кесіп, гүл сияқты кессеңіздер болады, я болмаса жай ғана кесіп аршып қойсаңыздар да болады. Біршама қонақ күткенде де ұзатып беруге болады. Егер құдалық тамақтар күтетін болсаңыздар, асқабақтың кішігірім түрін алып, бірақ оның ішіне картоп қоспай, бірді ғана етпен, пиязбен қуырып тұрып пісірсеңіздер, ол да керемет бір астың бірі болып тұрады. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер де болады. Менің рецебім бойынша жасап көріп, сол туралы ойларыңызды, қандай болып шыққаны туралы жазсаңыздар да болады. Мен оны қуана оқимын, және сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Ол сіздерге көп уақыт алмағанмен, маған үлкен шабыт сыйлайды, достар. Және осы рецептпен достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Осылай жасап көріңіздер, достар, өте керемет, тойымды тамақ, әдемі тамақ, ұялмастан достарыңызға, таныстарыңызға, үйге келген кішігірім қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, достар.